Армысыз, қадірлі футбол жанкері. Санаулы сағаттан кейін футболдан 23-ші әлем чемпионаты басталады. Даңқты Ацтека стадионында осымен 3-ші рет әлем чемпионатының алғашқы матчы өтеді. Мексика және Оңтүстік Африка құрамаларының арасындағы матчты Қазспорт арнасынан Сергей Райлян екеуміз, ал Қазақстан арнасынан Әлімжан Асқар мен Олжас Байбосын әріптестеріміз бастайды. 48 команда жиналатын, 104 матчтан тұратын, 39 күнге созылатын бұл футбол додасы шынайы жанкүйерлерді бейжай қалдырмайды деп сенеміз. Өйткені 4 жыл күттік. Әрине Қазақстан құрамасы іріктеуден өте алмаса да, Қазақстаннан бөлек жанкүйерлік ететін құрамаларымыздың кейбір сенімімізді ақтай алмаса да, біз бұл футбол тойында шет қалатын жанкүйерлер қатарынан емеспіз. Өзіміздің фавориттерімізді анықтап, басым ерген кім болады, қай топта қай команда қалай өнер көрсетеді деген мәселеге кірісіп кеткенімізге біраз уақыт болды. Енді соны шынайы іс жүзінде көретін сәт туды. Ендеше жанкүйерлік рахатқа бөленіп, бір жақсы чемпионат көресіздер деп сенеміз. Құрметті көрермен, менің қолымда осы чемпионаттың кестесі, шымшытырық кесте, былай айтқанда, өйткені шымшытырық болатын жөні бар. Бұл жолы 48 команданың ішінен дегенде топтық турнирден кейін 32 команда қалады. 32 дегенде 12 топтан 24 үздік, яғни бірінші, екінші орын алған үздік бірден шығады да, одан кейін тағы 12 үшінші орын алған команданың ішінен 8-і плей-оффқа, яғни 16-тан бірінші финалға жолдама алады. Сөйтіп, бұрынғыдай финалға шыққан, жартылай финалға шыққан командалар 7 ойын емес, 8 ойын өткізеді. Бұл аса ауыр маусымнан кейін қай футболшыға да оңай болмасы анық. Бірақ оған қарап, күні бұрын шаршады, күні бұрын еңсесі түсті деп ешкімді де жазғырмақ емеспіз. Ең бастысы, бұл жерде біз тілейтін орта азиялық командада, түрік елінің командалары да бар. Сондықтан да жанкүйерсіз және қолдаусыз қалатын орын жоқ деп есептейміз. Кюрасау, Кабо-Верде, Өзбекстан сияқты құрамалар, Иордания сияқты құрамалар әлемдік додаға тұңғыш рет қатысып жатыр. Гаити сияқты құрамалардан қайта оралған жағдайы бар. Сондықтан айтатын нәрсе өте көп. Бұл жердегі басты мәселе не? Басты мәселе кім жеңуі мүмкін деген сұраққа жауап іздеу. Өйткені өзіміз әрқайсымыз жүрегімізде өзіміздің командамызды әлдилеп, осы чемпион болса екен дейміз. Мысалы, кеше мың бір түн бағдарламасына қатысып, осы Криштиану Роналду әлем чемпионы атануға лайық дегенді қолдаған адам қаншама ол. Шынында да, былай қарасаңыз, сонау Мадейра аралында дүниеге келген осы бір футбол данышпаны Қазақстанда да сұмдық қолдауға ие екен. Тіпті біздің сол Инстаграм желісіне шыққан видеомыздың астына португалиялық жанкүйерді тілегін жазып, осы біздің Димаш осы Криштиану Роналдумен танысса, табысса деген тілегін білдірген екен. Бұл да былай айтқанда футболдың, өнердің бір-бірімен қалай табыстыратынын елдерді көрсетсе керек. Ал енді осы кестеге қарап отырып, жалпы бірдеңені айыру өте қиын. Өйткені шымшытырық, үшінші орын алған командалардың қайсысы қандай фаворитке 16-тан бірінші финалда жолығады деген нәрсе. Сосын белгілі бір топтан шыққан команда дәл сол қанатта өте әлсіз құрамалармен жолығып қалмай ма дегенде болжам бар. Болмаса өте мықты командалар бір-біріне түсіп қалмай ма дегенде мәселе туындайды. Бірақ оған келмес бұрын біз алдымен топтық турнирді сараптап өтейік. А тобында Мексика, Оңтүстік Корея, Чехия және Оңтүстік Африка Республикасы. Бұл жерде әрине алаң иесі ретінде Мексиканың, сондай-ақ Чехия мен Оңтүстік Кореяның мүмкіндік өте зор екенін ұмытпаймыз. Оның үстіне Оңтүстік Африка Республикасының негізгі ойыншыларының барлығы жергілікті чемпионаттан болғанына қарамастан жақсы өнер көрсететін шығар деп сенеміз. Бірақ негізі енді жалпы осы А тобын бір керемет фавориттер қатарына, яғни чемпионатты ұтып алатын ұжым осы топта бар деу қиындау. Ал Канада, Катар, Швейцария, Босния және Герцеговина бар. Екінші топта да бір сыдырға тең дәрежелі командалар жиналған. Бұл топта да Швейцария мен Боснияның, сондай-ақ Канаданың да Катардың да мүмкіндігі жоқ деп айта алмаймыз. Катар әсіресе осыдан 4 жыл бұрын өз елінде өткен чемпионатта топтан шыға алмаған болатын. Сөйтіп топтан шыға алмаған алғашқы чемпионат иесі болған еді. Бұл жолы кім біледі, қайда аспанға шығаруға тырысатын шығар. Канадада алаң иесі, сондықтан олар да осы Катар қалыптастырған жаман дәстүрді жалғастырғысы келмейді. Ал Швейцария болсын болмасын өте жақсы құрама. Оның серкелерінің көпшілігі топ чемпионаттарда ойнайды. Ал Босния және Герцеговинаның менің сүйікті Италиямды жолда қалдырғанын
әрине ұмыта қойғанымыз жоқ. Алессандро Бастони алаңнан қуылғаннан кейін қартаймайтын Эдин Джеко бастаған жігіттер осымен екінші рет әлем чемпионатына жолдама алды. Сөйтіп Боснияның да өзіндік өрнегі бар деп ойлаймыз. Бразилия, Гаити, Шотландия, Марокко құрамалары үшінші топта. Бұл жерде әрине Шотландияның қара көбейтуші болмайтынына жұрттың сенімі өте мол, бірақ мен өз басым Бразилияның да әлем чемпионатын ұтып алған командалардың қатарына қоса алмайтын сияқтымын. Ал Марокко бапкерін ауыстырды және осы чемпионат туры басталар сәтте бір емес екі ойыншы жарақатына байланысты Наев Агер мен Эльзадзули қатыса алмайтын болыпты. Оның орнына басқа ойыншылар шақырған екен. Қиындау бола ма деп ойлаймын. Гаити туралы бірдеңе айту қиын. Ал әрине бұл топта күмәнсіз Бразилия мен Марокконың бағы басымдау болатын сияқты, бірақ Шотландияны да санаттан сызбаймыз. Түркия, Парагвай, ақш және Австралия бір сыдырғы топ. Түрік бауырлар жақсы маңдай жарқап шығуға тиіс деп ойлаймыз. Ал ақш әлем чемпионатын өткізуші ел ретінде және негізгі көп ойынды қабылдайтын мемлекет ретінде өте жақсы өнер көрсетуге тиіс. Жалпы бұл осы топтарға жалпылама осылай тоқталып шығуға болар, бірақ бұл ұзақ уақыт алатындықтан жалпы фаворит кім деген сұраққа жауап іздейміз. Осы Бразилияны атап өттік, Германия бар, құрамы өте жақсы, Португалия бар, Франция бар, Испания бар, Нидерланды бар. Осы құрамалар Аргентинаны да санаттан сызып тастауға болмайды. 9 чемпион, осыдан 4 жыл бұрын 9 чемпион, 4 жыл бұрын чемпион атанған 9 футболшы бұл жолы қатыса алмайды екен, бірақ оның орнына келген футболшыларда жоқтата қоймас деп ойлаймыз. Оның үстіне Лионель Месси әлі де қатарда. Сондықтан былай айтқанда Аргентинаны да мықты командалардың қатарына күмәнсіз қосамыз. Бірақ жалпы өз басым не Португалияның, не Нидерландының чемпион атанғанын қалайтын едім. Оның бірден бір себебі бар. Бұл жеке симпатия деуге де болар, немесе футболға құрмет деуге де болар. Біріншіден Криштиану Роналду бір үлкен табысқа жетсе дейміз. Бірақ осы біздің комментарийдің бағанағы видеоның астына бір адамдар өттерің жарылып кетсе де айтайын деген сияқты бір дөрекі сөз жазған екен. Мен жанкүйерлерден осыны бір өтініш қылып сұрайтын едім. Жаман сөз жазбаңыздаршы. Бәрілеріңіз жақсы сөйлейтіндеріңізді, керемет қазақтың боқтықтарын білетіндеріңізді білеміз, бірақ артық кетудің қажеті не? Криштиану Роналдуды есе жақсы көрді екен деп, немесе есе сыйлады екен деп бүкіл әлемнен түңіліп кетуге болмайды ғой. Ал Криштиану Роналдудың футболға сіңірген еңбегі тұрғысынан келгенде әрине әлем чемпионы атануға лайық. Оның үстіне қазір Португалия құрамасы өте мықты ғой. Қақпашысынан бастап қорғанысы, жартылай қорғанысы мықты. Ал бұл команда шабуылшысы да ойнай береді, бірақ шабуылдың өзінде мысалы Гонсало Гедеш жүр, Рафаэль Ляу жүр, болсын болмасын Гонсало Рамос жүр. Сондықтан бұл жігіттердің бәрін қара жабу деуге болмайды. Тіпті Криштиану Роналдуды қосалқы құрамға қойып, басқа жігіттерге еркіндік беру керек дейтін де пікір айтылып жатыр. Бұған да біз қосыламыз, бірақ орталық алаңның таста екенін жақсы білеміз. Сондықтан құрамы жағынан Криштиану Роналду ғана емес, кез келген осы Португалия құрамасының ойыншылары әлем чемпионы атануға лайық сияқты көрінеді. Ал Нидерланды құрамасына жанкүйер болатын тағы бір себебім бар. Өзімнің аяулы досым Рахат Мамырбек осы команданың сұмдық жанкүйері еді. Екеуміз әлем чемпионаттары басталатын кезде бір-бірімізбен бәсекелесіп, Италия жеңеді, Нидерланды жеңеді деп тіпті қызық нәрселер, кітапқа бастесіп, кафеге апаруға бастесіп, жігіттерді моншаға апарып деген сияқты сондай бір кәдімгі достық рәуіштегі керемет бәсеке жасайтын едік. Енді Рахат досымыздың арамыздан кеткеніне 9 жылға жуықтап қалды, бірақ мен соның Рахат үшін де осы Нидерланды құрамасына жанкүйер болғым келеді. Бірақ Нидерландының құрамы сәл әлсіздеу көрінеді. Бірақ дегенмен Ван Дейктердің де бір соңғы сөз болмаса да бір жақсы ерлікке жететін сәті жетті ме деген ойым бар. Дегенмен бұлай құрамы тұрғысынан қарасақ, аса мықты 2 және 3 құрамы бар. Бұл біріншіден Франция. Болсын болмасын Францияның құрамы осы чемпионатқа шақырылмай қалған ойыншылардың өзі Еуропадағы, Америкадағы жалпы алты құрлықтағы кез келген құраманы қалпақпен ұрып алатындай жағдайда. Сондықтан осы әлемнің үздік ойыншысы Осман Дембеле бар, Майкл Олисе бар, ағайынды Эрнандестер бар, Килиан Мбаппе 3-ші финалда қатарынан ойнап гол соғуы мүмкін деген түрлі болжамдар айтуға болады. Сондықтан Франция болсын болмасын күмәнсіз фавориттердің қатарында. Ал Англия құрамасы осы жол айды аспанға шығарма деп те күтеміз. Бірақ неге Фоденді алмады, неге Қарт Стоунсды алды, неге Магуайр бармай қалды, неге Палмер жақсы еді ғой дейтіндей әңгімелер көп. Бірақ жалпы алғанда Тухель өзі бір байқап бағамдап отырған жағдай бар шығар. Сондықтан Англия құрамасында осы күмәнсіз фавориттердің қатарында ұстауға болады.
бірақ осы кестеге қарап отырсақ, құрметті көрермен, өте мықты құрамалар тіпті 16-тан бірінші финалда жолығып қалуы мүмкін екен. Мысалы, Бразилия құрамасы осы С тобында бірінші орын алса, F тобында екінші орын алған мысалы Нидерландымен кездесіп қалуы мүмкін. Демек, қызық ойындардың өзі алғашқы плей-оффтың алғашқы кезеңдеріне өтіп жатса, біз біраз мықты командалардан айырып қалуымыз мүмкін. Сондықтан Нидерланды өз тобында бірінші орын алсын, Бразилия өз тобында бірінші орын алсын дейтіндей тілеуіміздің қоса жүретіні анық. Өйткені мұндай командалар алға жылжыған сайын чемпионаттың ажарда кіре түсетіні анық. Жалпы өз басым осы негізінен 4 құраманы ерекше атаймын: Нидерланды, Португалия, Өзбекстан және Түркия. Өзбекстан болсын болмасын біздің көрші. Бұл команда Орта Азиядан бірінші болып шығып отыр. Бұл қатар жатқан, қоңсы жатқан ел ретінде бізге де өте үлкен стимул, мотивация. Өйткені көрдіңдер ме, өзбектер шығып жатқанда неге біз шыға алмаймыз деп өзімізді қамшылауға тамаша керек. Оның үстіне түркі жұртынан бір емес 2 команда қатысады, Өзбекстан мен Түркия. Бұл да былай айтқанда біздің ескі жеңіске дәстүрлеріміздің қайта бас көтеріп келе жатқанына бір дәлел сияқты көрінеді. Түркияның құрамы да осы жолы өте жақсы. Винченцо Монтелло жалпы үздіктердің бәрін алды деп өз басым есептеймін. Әсіресе ардагерлерге ерекше жанкүйер болатынымыз күмәнсіз. Одан бөлек осы Спорт плюс Қазақстан арнасынан 2 маусым бойы Түркияның суперлигасын жүргіздік. Ол жердегі мықты ойыншылардың аяқ алысын байқадық. Абдулкерим Бардакшыдан бастап, Өгіржан Чақырдан бастап, мысалы үшін. Сондықтан бұл жігіттердің барлығы өзіміздің көрші ауылда өскен балалар сияқты жанымызға жақын болатыны күмәнсіз. Сондықтан Түркия құрамасының да 2002 жылдағыдай бір алысқа құлаш сермеуі біртүрлі заңдылық сияқты көрінеді. Сондықтан күтеміз бұндай жағдайда да. Және бір ерекше нәрсе, бұл жолы әлем чемпионаттарының сандаған рекорды жаңаруы мүмкін. Мысалы, Мирослав Клозе 16 гол соғып, қазір әлем чемпионаттары тарихында бас мерген болып тұр ғой. Лионель Мессиде 14 гол. Егер Месси 3 гол соқса, онда бұл рекордтар жаңарды. Сондай-ақ Пеле 10 ассист берген екен. Мессиде қазір 8 ассист, 2 ассист берсе, пас берсе теңеседі, 3 ассист берсе, 3 пас берсе рекорд атанады. Осындай нәрселер өте қаймағы бұзылама деп те күтесің. Сондай-ақ Криштиану Роналду бастаған жігіттер әлем чемпионатындағы ең көп матч өткізген жігіттердің қатарына қосыла ала ма деген де рекорд бар, оны да көреміз. Сондай-ақ Харри Кейн мысалы қаншалықты осы алтын допқа үміткер болып тұрып, құрама деңгейінде қалай ойнайды дегенге де ерекше назар аударамыз. Және осы уақытқа шейін бір команданы шетелдік бапкер әлем чемпионы атағына жеткізбеген екен. Сондықтан осы жолы Карло Анчелотти бастаған Бразилия құрамасы топ жара ала ма, Томас Тухель бастаған Англия топ жара ала ма деген мәселелерде күн тәртібінен түспейді. Сондықтан өз елінің бапкері өз құрамасы дейтін тандем бұл жолы бұзыла ма деген мәселені де ерекше қараймыз. Одан бөлек жанкүйерлердің бір кішкене наразылық білдіріп жатқан нәрсесі бар. Мысалы, Кабо Верде Кюрасау дейтін матч мысалы үшін ол қаншалықты жанкүйер жинай алады дейді. Өз басым айтатын едім, FIFA 48 елді шығаруды көздеді ме? Енді оның ар жағында қаржылай үлкен мүмкіндік жатқанында белгілі ғой. Бірақ 48 команда шықты ма? Жанкүйерлік махаббатпен біз соны көруіміз керек деп есептеймін. Өйткені сол 48-дің қатарына жете алмай қалған қаншама команда, қаншама құрама бар. Сондықтан әрине кейбір ойындарға жанкүйердің аз жиналатыны қазірден-ақ белгілі болып тұр. Бірақ қыза шапқанда, яғни чемпионат қыза түскен сайын бізде өте бір мықты ойындарға жанкүйер ешқандай алғаусыз, былай айтқанда ешқандай кедергісіз көріп қатысады деп сенеміз. Теледидардың ар жағында отырған әрбір жанкүйерде осы чемпионаттың рухын сезінеді деп сенеміз. Былай айтқанда 39 күн өте ұзақ сияқты көрінеді, құрметті көрермен. Бірақ жалпы бұл мереке болғандықтан, футбол мерекесі болғандықтан ұйқыны да қиюға, тіпті еңбек демалысын алуға да тұрады деп есептейміз. Ең бастысы сіздерде осы жанкүйерлік махаббаттарыңызды біздің пабликтерде, парақшаларымызда көрсетіп, сабадан шықпай бір жақсы жанкүйер екенімізді көрсетіп деген ойымыз бар. Әрине комментаторларға қатысты түрлі әңгімелер болуы мүмкін. Жұрттың бәріне ұнау мүмкін емес, және жұрттың бәріне ұнауға тырыспайтынымыз да анық. Бірақ жалпы алғанда қазақ сөзін мейлінше бұзбай сөйлеуге тырысатынымыз анық. Әрине біздің ортамызда бір жақсы теңеулермен сөйлейтін азаматтар да бар, бір жақсы әзілдер айтатын азаматтар да бар, ойынды тамаша талдайтын әріптестеріміз де бар. Сондықтан жалпы
сіздердің салыстырып көруге, жалпы сүйсінуге мүмкіндіктеріңіз болады деп есептеймін. Бұл дода былай айтқанда біреудің кінәсін теретін емес, осы футбол мерекесінің рухын сезінетін тамаша дода болады деп сенейік. Әрине өз фавориттеріміз жеңе алмай қалса көңіл күйіміздің түсіп кететіні анық. Мысалы өз басым 2006 жылғы әлем чемпионатына барып, сол Гаттузо, Пирлоның, Андрей Шевченконың ойынын, Пауло Каннавароның ойынын көзбен көрдім. Германияның жалпы қалай жанкүйерлік мәдениет қалыптастырғанын көрдім. Бірақ сол Италия өкінішке қарай 2018, 2022 және 2026 жылғы әлем чемпионатына жолдама ала алмай қалды. Осы тұрғыдан келген кезде мен Италиям жоқ, бұл чемпионат маған түк те қызық емес деп сырт айналып кетсем болады еді. Бірақ сонау 1988 жылдан бері қарай қалыптасқан жанкүйерлік махаббат, түзілген жанкүйерлік махаббат футболдан сырт айналуға жол бермейді. Ендеше сіздердің де өзіндік фавориттеріңіз, сенімдеріңіз ақтасын деп тілейміз. Және әрине Испания жақсы, құрамы өте мықты, Франция өте мықты, ана құрама мықты, мына құрама мықты деп айтуға болады. Бірақ жалпы футболда бір тосын сыйлар болса екен деп те күтесің. 2022 жылы Марокко құрамасы қалай әлемдік дүрсіл күндерді, осы жолда сондай бір құрама шықса екен деп ойлаймын. Мен өз басым Жапония құрамасына бұл туралы жанкүйер боламын, оңтүстік Корея құрамасына жанкүйер боламын. Азия футболының осы өкілдері кейінгі жылдары клубтық футболда көп ойыншыларын Еуропаға жіберіп өте мақтанып алды. Бірақ жалпы жапондар осы чемпионаттағы ең ұсақ командалардың қатарынан екен. Яғни жігіттерінің бойы ықшам. Бұл 8 ойынға созылатын додада қаншалықты шыдас береді деген мәселені туындады. Бірақ самурайлардың рухы ерте жығылмайтынын біз білеміз. Сондықтан мен Жапония құрамасына жалпы жанкүйер екенімді жасырмаймын. Тағы да ал Африкадан және бір Марокко сияқты құрама шықса екен деп ойлаймын. Марокконың өзі шықса да ешқандай қарсы болмайтын едім. Бұл жолы Кот д'Ивуар бір жақсы көрінетін сияқты, оның үстіне Нигерия қатыспай қалды. Мысалы үшін тіпті Камерун Кабо Вердеге бірінші орынды еркін беріп қойып қалып қойды. Соған қарағанда осы Африкадан қатысатын біраз командалар шулататын сияқты көрінеді де тұрады. Сондықтан бұл сеніміміз де ақталса деп есептейміз. Ендеше сіздерге бір жақсы чемпионат тілеймін, құрметті көрермен. Мүмкіндік болса осы чемпионат барысында күн сайын болмаса да 3 күн сайын, 4 күн сайын осындай бір шолу жасап тұруға тырысамыз. Сіздер де біздің арнамызға жазылып, пікірлеріңізді білдіріп, ешкімнің намысына тимей, қатты ашуларыңыз келсе де өздеріңіз ұстап, өскен елдің баласы екендеріңізді көрсетсеңіздер деймін. Өйткені жалпы әлемде негатив жиналған әлемде бір-бірімізді қаралаудан оңай дүние жоқ. Бұл алдын ала ақталған емес. Мынау өмір көріп, жасың жер ортасына таяған кезде кейінгі ұрпақтың бұлақты сөйлейтінінен де шаршайды екенсің, ағалардың эмоциясын ұстай алмайтынын да шаршайды екенсің, өз тұстастарының да өмірден көбірек таяқ жеп, сонысын әлеуметтік желіден алатынынан да шаршайды екенсің. Сондықтан бұл менің інілеріме ағалық сөзім, тұстастарыма құрдастық назым, ағаларыма бір базынам деп қосаңыздар болады. Бүкіл комментаторларға қатысты айтылған сөз ең алдымен сол комментаторлардың үлкені Сергей Райлян екеумізге тиетіні күмәнсіз. Біздің жігіттер барлық кінәдан ада деп және айта алмас едік, бірақ бәрі барын салады. Сондықтан сіздер де зор махаббатпен тілеулес болады деп сенеміз. Қазақстан ұлттық арнасын және Қазспорт арнасын қосып беймезгіл уақытта болса да көресіздер деп сенеміз. Және ойын алдындағы, ойын соңындағы түрлі бағдарламаларға да белсене қатысасыздар деп сенеміз. Ал мүмкіндік болса біз осы чемпионат барысында шамамыз келгенше телеграм арнамызда түрлі ұтыстар ұйымдастыруға да тырысамыз. Қазақ гол дейтін телеграм арнамыз бар. Оған да мүмкіндік болса тіркеліп отырыңыздар. Күтеміз сіздерді. Чемпионат сіздер күткендей, несі бағамыз айтқандай шынайы футбол тойы болсын.